Құрметті азаматтар, мемлекет басшысының жарлығына сәйкес 2026 жылғы 15 наурызда жобасы бұқаралық ақпарат құралдарында 2026 жылғы 12 ақпанда жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын қабылдайсыз ба деген сауал бойынша республикалық референдум өтеді. Қазіргі уақытта азаматтар мен қоғамдық бірлестіктер тарапынан референдумға байланысты үгіт жұмыстары жүргізілуде. Конституциялық заңның 7 бабы 4 тармағына және референдумды дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарына сай үгіт жүргізу 2026 жылғы 14 наурыз сағат 00-де аяқталады. Бұл ретте референдум алдындағы күні және референдум өтетін күні, яғни 2026 жылғы 14 және 15 наурызда үгіт жүргізуді тыйым салынады. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында, онлайн платформаларда қоғамдық пікірге сауал салу нәтижелерін, референдум нәтижелеріне болжамдарды, референдумға байланысты өзге де зерттеулерді жариялауға жол берілмейді. Референдум күні дауыс беруге арналған үй-жайда немесе пунктте қоғамдық пікірге сауал салуды жүргізуге тыйым салынады. Аталған құқықтық талаптарды бұзу кінәлі тұлғалардың әкімшілік жауаптылыққа тартылуына әкеп соғады. Нақты айтқанда, 2026 жылғы 14 және 15 наурызда үгітті жүргізгені үшін, яғни оған тыйым салынған кезеңде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 102 бабы бойынша жауаптылық туындайды. Қоғамдық пікірге сауал салудың нәтижелерін жарияланғаны немесе референдум күні дауыс беруге арналған үй-жайда немесе пунктте оны жүргізген үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 120 бабының 2 бөлігі бойынша жауаптылық көзделген. Мазмұндалғанды ескере отырып, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы заңдылықты қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтарды алдын алу мақсатында референдумға қатысатын барлық азаматтарды аталған заңнама талаптарын қатаң сақтауды және құқыққа қайшы әрекеттерге жол бермеуге шақырады.